Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен болсын. Бүгін өте пайдалы әрі дәмді болып шығатын қызылша салатын пісіретін боламыз. Ол үшін бізге тек қана қызылша мен алма болса болғаны. Қою қызыл көкөністер тағамдардың сәнін келтіріп қана қоймай, пайдалылығын арттыра түседі. Себебі қызылша өте пайдалы. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар салсақ, ол ақылды болады. Себебі қызылшада йод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетінің жақсы ой-өрісі мен зейінінің жоғары болуы мүмкін емес. Беті алқызыл болады. Қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап, жылтырай түседі. Қызылшада магний мөлшері көп, ол бұлшықет массасын арттыруға көмектеседі. Қызылша құрамында зат алмасуын жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтықтан арылуға себебін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша қан қысымы, іш қатуы және бас жазу, асқазандағы ауырлық, тұмау осы дерттерге дауа болып саналады. Қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Суға тұз салмаңыз, ол қызылшаның пісуі уақытын ұзартады. Тіпті қызылша піскеннен кейін де қаттылау болуы мүмкін. Пісу уақытын жылдамдату үшін суға біраз қасық қант салыңыз, не өсімдік майын құйыңыз. Екеуі де қайнау температурасын жоғарылатады. Осылай қызылшаны да, алманы да кубиктап, төртбұрыштап, майдалап кесіп дайындап аламыз. Міне дайын болған осы туралған алма мен қызылшаны біз 4-5 күнде холодильникте беті жабық ыдыста сақтауымызға болады. Ал оны күнделікті бір тарелкасын өзімізге қолданатын ғана майонез салып араластырып ұсынсаңыздар болады. Егер де барлығына майонез салып тастасаңыздар, ол сондай свежий болып тұрмайтын болады кейінгі күндерінде. Ал егер де осылай холодильникке бетін жабық ыдысқа салып қойсаңыздар, майонезді тек қолданатын кезде ғана қосып ұсынсаңыздар, өте дәмді, свежий болып тұрады. Жасап көріңіздер, өте оңай, дәмді, күнделікті дастарханға қоятын қолжетімді салаттардың бірі болып табылады. Егер де анар болса, үй жағдайында анар қосып, тіпті мейіз қосып жасасаңыздар да дәмі өте керемет болып шығады. Пайдасы да көп. Міне менің қазір бір бөлігін дастарханға қоямын, қалғанын бетін жауып қоямын. 3-4 күнге дейін холодильникте сондай свежий болып тұра береді. Ал жасап көріңіздер, ас болсын. Сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.